Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қазақстан Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өмірдің өзі ток-шоуы. Сіздермен бірге мен, Гүлжан Омарова. Бүгін біз адамның иммунитет тапшылығының вирусы немесе ВИЧ ауруы, сондай-ақ жұқтырылған иммун тапшылығы, яғни СПИД дертінің өзекті мәселелері мен оның алдын алу жолдары жайлы талқылаймыз. Әрине, бұл талай рет қозғалған тақырып десе де, насихат аздық етпейді. Ендеше хабарласыңыздар, ой қосыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20. Ал қазір экранға назар аударып, осы тақырыпқа байланысты дайындалған сюжетті тамашалайық. ВИЧ, яғни адамның иммун тапшылығы вирусы аса қатерлі дерт. Жыныстық қатынас инъекциялық есірткі қолдану арқылы, сондай-ақ ауру анадан балаға жұғатын бұл дерттің емі жоқ. Аурудың асқынуы СПИДке, яғни жұқтырылған иммун тапшылығына әкеп соғады. Өткен 100 жылдықтың 80-ші жылдарында гомосексуалдар арасында анықталған бұл дерт әлемді шарлап, миллиондаған адамның өміріне балта шапты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, қазір жаһанда 35 миллионнан астам адам ВИЧ-тің құрығына іліккен. Оның 4 миллионға жуығы ер жасы 50-ді еңсергендер. Кеселдің кесірінен жастар көктей солуда. Науқастардың 70%-ы 20 мен 39 жас аралығындағы, яғни еңбекке, балалы болуға қабілетті жаста. Біздің елімізде ВИЧ-ке шалдыққандар саны 22 мыңнан асады. Оның 393-і балалар, 1802 адам СПИДке душар болған. Аурушаңдық көрсеткіші Қарағанды, Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары. 2001 жылдан бастап Қазақстанда 1200 адам СПИДтің кесірінен көз жұмған. Біздің облысымызда бұл дерттің алғашқы дерегі 90-шы жылдардың басында тіркелді. Қазір аймақта қауіпті дертке шалдыққан 75 адам бар. Оның 25-і СПИДпен ауырады. Биыл 10 айда 13 адамнан ВИЧ инфекциясы анықталды. Оның 5-еуі ер азамат болса, 8-і нәзік жандар. Ең өкініштісі оның біреуі 11 айлық сәби. Өкінішті болса да, ВИЧ СПИД ауруларының аймақтағы эпид-ахуалы осындай. Соңғы 10 ай ішінде 13 адам ВИЧ инфекциясын жұқтырыпты. Ең өкініштісі олардың арасында 11 айлық сәби де бар. Әңгімемізді студия қонағымен жалғастырсақ, облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталықтың бөлім меңгерушісі Дина Қарымсақова келіп отыр. Қошемет көрсетейік. Дина ханым, алғашқы сұрағымыз осы 13 адамның жас шамасы қандай? Жалпы ВИЧ инфекциясының індеттік ахуалы осы соңғы жылдары республикада болсын, облыста болсын күрделі күйде қалып отыр. Күрделі дейтін себебім соңғы жылдары осы ВИЧ инфекциясының өсушілігі байқалуда. Республика бойынша да, облыс бойынша да. Жалпы СПИДтің алғашқы оқиғасы Америка құрама штаттарының Лос-Анджелес деген қаласында алғашқы тіркелген болатын. Содан бері 30 жылдан астам уақыт өтті. Осы 30 жылдан астам уақыттың ішінде бүкіл әлем бойынша ВИЧ жұқтырғандардың саны 50 миллионға жуықтады. Оның 25-30 миллионға жуығы қайтыс болды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда, жыл сайын осы инфекцияны әлем бойынша 5 миллион адам жұқтырса, 3 миллион адам осы аурудан көз жұмады екен. Әрине, біздің Қазақстан Республикасы да бұл аурудан шет қалған жоқ. Қазіргі таңға бүкіл республика бойынша тіркелгендердің саны Қазақстан Республикасының азаматтары 22 мыңға жуықтады. Ал біздің облысқа келетін болсақ, жалпы енді әрине Қазақстан Республикасындағы басқа аймақтармен салыстырғанда жұқтырушылық көрсеткіші біздің облыста ең төменгі қатарда болғанымен, соңғы жылдары біздің облысымызда да өсу үрдісі байқалуда. Ең бір алаңдатарлық мәселе бұл ауылдық жерде көптеп тіркелуде. Мысалға, биылғы жылдың өзінде Шел ауданында 3 адамнан анықталды, Қазалы ауданында 2, Қармақшы ауданында 2 адамнан анықталып отыр. Тағы бір алаңдатарлық мәселе осы 13 адамның 61,1% әйелдер құрауы. Ал әйелдердің арасында көбірек тіркелді деген сөз бұл анадан балаға жұғу мәселесін туындайтын сөзсіз. Жүкті әйелдердің арасында көбейеді. Осы 13 адамның 8-і әйел болса, оның 3-еуі жүкті әйел болды. Енді
бұл инфекция жас шамасына келетін болсақ, 11 жаңа айтылып кетті, 11 жастағы баладан анықталды. Эпидемиологиялық зерттеу нәтижесінде осы 11 айлық баланың анасынан жұқтырғаны белгілі болды. Яғни бір отбасында анасы ВИЧ жұқтырған, баласы ВИЧ жұқтырған және ол баланың әкесі де ВИЧ жұқтырған болып отыр. Жалпы осы ВИЧ инфекциясы эпидемиялық сипатта таралуда бүкіл республика бойынша, оның жалпы республика бойынша да, облыс бойынша да жыныстық қатынас арқылы жұқтыру басымдық бағытталып отыр. Мысалға біздің облысымызда 2010 жылдан бастап осы жыныстық қатынас арқылы жұқтыру 50%-дан жоғары. Мысалға биылғы жылы 13 адамның 11-і осы инфекцияны жыныстық қатынас арқылы жұқтырған. Ал әйелдердің арасында жаймен айтып кеттім, көбірек тіркелуде деп, осы әйелдердің арасында көбеюінің өзі де осы жыныстық қатынас арқылы жұқтырудың басым болуынан. Себебі әйелдер өзінің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне сай жыныстық қатынас арқылы ерлерге қарағанда 2 есе жоғары деңгейде жұқтырады. Жас шамасына келетін болсақ, әрине бұл инфекцияны біз білеміз. Бастапқы сол 2000 жылдары алғашқы оқиғалары біздің облыс республикада тіркелген кезде бұл көбінесе сол жастар арасында, жасөспірімдер арасында көптеп тіркелген болатын болса, қазіргі таңда бұл инфекция шамалы қартайыңқырап келеді деп айтуға болады. Себебі осы 15 пен 19 жас аралығындағылар, 20 мен 29 жас аралығындағылардың арасында бұл инфекция динамикада бірнеше жылдардың статистикалық мәліметіне көз жүгіртетін болсақ, бұл инфекция осы жастың арасында азайып келеді де, керісінше 30 пен 39, 40 пен 49, 50 мен 59 жас аралығындағылардың арасында көбейіп келеді. Оған бір дәлел, мысалға біздің облысымызда 13 адамнан ВИЧ инфекциясы анықталды дедік. Оның біреуі 1 жасқа дейінгі бала болып отыр, тағы біреуі 19 жасқа дейінгі, 15 пен 19 жас аралығындағылар, ал 5-еуі 30 пен 39 жас аралығындағылар осыны құрап отыр. 50 мен 59 жас аралығындарда бар. Мысалға біздің облысымызда былтырғы жылы 2013 жылы 76 жастағы ер азаматтан анықталды. Жалпы бұл инфекция жас талғамайды, шекара талғамайды, нәсіл талғамайды, адамның бай-кедейлігіне қарамайды. Сондықтан да әрбір адам бұл инфекцияны мен жұқтырмаймын, оны инъекциялық есірткіні инъекция арқылы қолданатындар жұқтырады, немесе мен жұқтыру мүмкін емес, оны тек жүкті әйелдер жұқтырады, немесе оны тек жыныстық қатынас бизнесмен айналысатындар жұқтырады, немесе ерлермен жыныстық қатынас жасайтын ерлер жұқтырады деген ойдан пікірден біз аулақ болуымыз керек. Бұл инфекцияның алдында, егер де біз сақтану шараларын жасамайтын болсақ, онда біз бәріміз де әлсізбіз. Енді Дина ханым, осы инфекцияның жұқтыру жолдарын нақтылап бір айтып берсеңіз, бізді енді қазір көптеген көрермендеріміз көріп отыр. Соларға тағы бір құлақ қағыс болсыншы, әсіресе жастарға. Жалпы кейде бір осы бұқаралық ақпарат құралдарында немесе кейде бір осы сұрақтар қойып, біз әлеуметтік сауалдар қойып жүргіземіз біз өзімізде. Мынау оқушылар арасында, студенттер арасында сондай бір қате пікірлер айтылады. Осы жұғу жолдарына байланысты. Кейбіреулері білмей жатса, ал кейбіреулері масадан жұғады, маса шаққанда жұғады дейді. Мен енді нақты жұғу жолдарына тоқталатын болсам, ВИЧ инфекциясының 3 түрлі ғана жұғу жолы бар. Яғни қан арқылы, ол мынау есірткіні ине арқылы пайдаланғанда көбінесе жұқтыру мүмкін, өйткені ортақ инені, ортақ шприцті пайдаланады. Донордың қаны арқылы жұқтыру мүмкін, егер де ол донор ВИЧ жұқтырған адам болатын болса, оның қаны тексерілмесе. Ол медициналық құралдар арқылы да шығуы мүмкін, егер де медициналық құралдар өз дәрежесінде зарарсыздандырылмаса, немесе залалсыздандырылмаса. Қан арқылы осындай жағдайда шығуы мүмкін. Кейде сұрақ қойып жатады, қырынғанда, педикюр жасағанда, пирсинг, татуировка жасағанда жұғады ма деп. Әрине, егер де ол осы әрекеттерді, медициналық емес әрекеттерді сол құралдармен
лас құралдармен, яғни ВИЧ жұқтырған адаммен алдымен жасап, оны артынан залалсыздандырмай, дұрыстап оны жаңағы зарарсыздандырмай, басқа адамға сондай әрекеттер жасайтын болса, әрине жұғу мүмкіндігі бар. Азғантай болса да жұғу мүмкіндігі бар. Екінші жұғу жолы ол әрине қазіргі таңдағы ең басты жұғу жолы деп айтуға болады, ол жыныстық қатынас арқылы. Жыныстық қатынас арқылы, яғни ерлер мен әйелдердің арасындағы жыныстық қатынас, немесе ерлер мен ерлердің арасындағы жыныстық қатынас арқылы шығуы мүмкін. Әрине, мүшеқап қолданбаған жағдайда. Ал егер мүшеқап қолданатын болса, біз айта кетуіміз керек, онда бұл жыныстық қатынас қорғалды деген сөз. Яғни, ол жыныстық қатынасқа түсетін адамдар ВИЧ инфекциясын сақтану шараларын жасады деген сөз. Үшінші жұғу жолы анадан балаға ол жүктілік кезінде беру мүмкін, немесе босанғаннан кейін баланы емізу кезінде берілуі мүмкін. Осы үш түрлі жұғу жолы бар. Ал мынау бізде кейде жаңағы сұрақтар қойып жатады, тұрмыстық қатынаста жұғады ма деген сияқты. Тұрмыстық қатынаста ешқашан да жұқпайды. Ол қол алысқанда, ортақ дәретхананы пайдаланғанда, бассейнді бірге пайдаланғанда, бірге бір төсекте жатқанда, бір үйде тұрғанда, бір мектепте оқығанда, немесе басқа бір, енді осы жаңа жұғу жолдарын айтып кеттім ғой, басқа бір тұрмыстық қатынаста ол ешқандай жұқпайды. Дина ханым, енді жұғу жолдарын айттық, енді осы аурудың қалай анықтауға болады? Аурудың белгілері қандай алғашқы? Негізі бұл өте қиын инфекция, өйткені бұл мынау клиникалық белгілер мынандай, оның осындай клиникалық белгілер байқалғанда бұл ауруды осылай диагноз қоюға болады деп айту қиын. Бұны жұқтырған адам көп уақыт бойы өзін-өзі жақсы сезініп, ешқандай клиникалық белгілер байқалмауы мүмкін. Бұны анықтау үшін бізде СПИД орталығында ИФА лаборатория деген бар. Сол жалпы ВИЧ инфекциясын тексеру лабораториясы жалпы барлық емдеу алдын алу ұйымдарда, ол аударлық аудандарда, біздің СПИД орталығында осы ВИЧ инфекциясына келіп аты жөнін көрсете отырып, және аты жөнін көрсетпей анонимдік түрде тексерілуге болады. Және ВИЧ инфекциясының ешқандай клиникалық белгісіне қарап біз қоя алмаймыз. Алдыменен біздің лабораторияда қанды ВИЧ-ке тексереді. Егер де оң нәтиже беретін болса, біз оны республикалық СПИД орталығында орналасқан референс лаборатория деген бар. Сол лабораторияға жіберіп, біз нақтылаймыз. Ол жақтан егер де бізде оң нәтиже беріп, қанында вирусқа антиденелер бар деп келетін болса, біз сол кезде барып, ол ауруға ВИЧ инфекциясы деген диагнозды қоямыз. Түсінікті. Енді осы арамызда сіздердің орталықтарыңыздың әдіскер дәрігері Жанымкүл Қыстаубаева отыр. Жанымкүл ханым, келесі сұрақты сізге бағыттағым келіп отыр. ВИЧ немесе СПИД диагнозы өліммен бірдей, жалпы мұндай кеселге шалдыққан білген адамдар тұңғиыққа түседі ғой, өмірден түңіледі, күн санап ажалын күтеді. Бірақ медицина қазір қол қусырып қарап отырған жоқ. ВИЧ-ке шалдыққандарға медициналық көмек көрсетіледі, және ол анонимді түрде көрсетіледі. Жалпы осы медициналық көмекті дер кезінде көрсетсе, яғни емді дер кезінде уақытылы үзбей қабылдаса, олардың өмірін ұзартуға болады. Солай емес пе? Не дейсіздер? Әрине, барлық ВИЧ жұқтырған науқастарға медициналық көмек көрсетіледі. Бізде пациенттерге ВИЧ диагнозы қойылғаннан кейін, оларға медициналық көмек көрсету мақсатында біз оларды жан-жақты зерттеу жұмыстары арқылы тексереміз, анализ аппараты, инструменталдық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін пациент осы ВИЧ инфекциясын қай стадияда жұқтырып тұр, сол нақтыланады. Содан кейін ем тағайындалады. Енді біздерде қазіргі таңда 17 науқас ем қабылдауда. Сіздің айтып отқан сөзіңіздің жаны бар. Барлық осы инфекцияны жұқтырған пациенттер өмірден түңілмеу керек. Себебі осы вирусқа қарсы ем беріледі. Препараттардың барлығына тән қасиет ағзадағы қоздырғыш жүйесінің жүктемесін төменгі дәрежеге дейін түсіреді. Атқаратын қызметі берілетін емнің, одан кейін ағзадағы иммундық жүйенің клеткаларының санын көбейтіп, адамға бірнеше жыл өмір сыйлайды. Осы ем тағайындалғаннан кейін пациент осы емді сол тағайындалған күннен бастап өмірінің ақырына дейін қабылдау керек. 100% көлемінде режим, қабылдау режимі. Егер де режим сақталмаса, онда ол дұрыс ем болмайды. Біздегі жалпы принцип ем тағайындағандағы
пациент емді 100% көлемінде режимде ұстап отыру керек. Да, біз құрметті көрермендер, біз қазір аздаған жарнамаға үзіліс жариялаймыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Қараша айынан бастап Қызылорда қаласы және аудан әкімдері Қазақстан Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде сұхбат береді. Елбасы тапсырмаларының облысымызда орындалуы, мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктері мен аймақтың әлеуметтік экономикалық, индустриалды инновациялық дамуы, облыс өңірлеріндегі өркенді істер мен өзекті мәселелер әңгімеге арқау болады. 18 қараша күні тікелей эфирдің қонағы Жаңақорған ауданының әкімі Сұлтанбек Тәуіпбаев. 20 қарашада Шел ауданының әкімі Қайратбек Сәрсенбаев. 25 қарашада Қазалы ауданының әкімі Бақыт Жақанов тікелей эфирге шығады. Облыс тұрғындары студия қонақтарына алдын ала 279075 және тікелей эфир кезінде 279020 байланыс телефон арқылы сауалдарын жолдап жауап алуларына болады. Тікелей эфир уақыты сағат 19. Сауда пайдалы, көңіл жайдары. Жаңа өнім. 2 сим-карталы LG L-Bello смартфоны небәрі 39.990 теңге. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өмірдің өзі ток-шоуы. Бүгін біз ВИЧ және СПИД ауруларының алдын алу жолдарын талқылаудамыз. Хабарласыңыздар, ой қосыңыздар. Бүгін біздің студиямызда дәрігерлер отыр. Мазалаған сұрақтар болса, алаңдаған мәселелер болса, айтыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27-90-20. Сонымен, Жанымкүл ханым, осы емнің тиімділігі зор ғой, егер уақытылы қабылдаса? Уақытылы қабылдаса, режимді сақтаса, тиімділігі өте жақсы, адамға бірнеше жыл өмір сыйлайды. Адамның өмірін ұзартуға болады. Осы емді уақытылы қабылдаса, қоздырғышты 90%-ға дейін жеңуге болады дейді. Ағзадағы қоздырғышты ең төменгі дәрежеге дейін түсіріп, қорғаныс жүйесіне жауап беретін иммундық клеткалардың санын жоғарылатса, жағдайы науқастың жақсарады. Енді жаңа айтылғандай, соңғы уақытта жыныстық жолмен жұқтыру дерегі көбейіп кетті. Сіздерде сенім пункті жұмыс істейді ғой. Сонда инъекциялық есірткі қолданушылар мен жыныстық қызмет көрсетушілер, жаңағы қоғамда көгілдірлер атанып кеткендер, аурудың таралмауы үшін солардың арасында қандай жұмыстар жасайсыздар? Біздің ортамызда осы волонтерлар отыр, еріктілер. Сол кісінің сөзін тыңдасақ екен, ол кісінің жұмысы қандай екен? Микрофонды беріп жіберсек. Қош келдіңіз. Айта берсеңіз, сіз кімдермен жұмыс жасайсыз? Осы 3 топтың ішінде. Мен жыныстық қатынас қызметкерлерімен бірге жұмыс жасаймын. 10 жылдан аса жасаймын қазір жұмысты. Қанша адам бар осы сіздің тобыңызда? Мен өзім қарамағымда 125 адам бар, қыз бар. Сол сіз айтқандай дружественный кабинетке біз келет олар, анализ тапсырады. Если мынандай, енді если ВИЧ-инфекция табылып жатса, олмен врачтар жұмыс жасайды. А былай біз өзіміз оларға түсіндіріп, бәрін айтамыз. Ол кісілердің пікірі қандай? Қашпай ма? Келісімін бермей, жалтарып? Мен сізге айтайын, 125 қыз дегенім, олар уже стабильны жүрген қыздар. Олар өздері келіп, 3 ай сайын, 6 ай сайын келіп, анализ тапсырып, ай сайын презервативтерін алып сөйтеді. Бізде тағы да қыздар бар, олар келіп, көшпенділер дейді ғой. Мекен жайы жоқ? Мекен жайы жоқ. Бүгін бір жерде жүрсе, ертең уже бөтен жақта жүреді. Соларды бізге ұстау қиын. Олар бүгін анализ тапсырса, мына жерде жүріп, ертеңінде біз оларды таба алмай қаламыз. Результат келген кезде біз оларды таба алмай қаламыз. Жалпы жұмыстарыңыздың тағы қандай қиындығы бар? Сіздерге мысалы сырттан қарапайым адамдар келіп волонтер болғысы келе ма? Мысалы, бола ала ма? Мысалға студенттер дейік, мысалы осы ВИЧ, СПИДпен күрескісі келетіндер. Оларды қабылдай ма? Жаңағы топтағы адамдар. Оларды қабылдамайтын, олар жаңағы
мына қыздар, сосын жаңағы наркомандар, олар тану керек адамды. Олар мені уже 10 жылдан аса таниды. Олар менен қорықпайды. Қазір бөтен жақтан біреу барса, вообще олмен сөйлеспейді де олар. Танымағасын, сөйлеспейді де. Олармен бірге тыңдамайды да. Демек, өз ортасынан болу керек, немесе әбден сенімге кірген адам болу керек қой, иә? Түсінікті. Енді жалпы осындай еріктілердің саны қанша екен? Айтып өтсеңіздер, Дина ханым. Жалпы біз мінез құлқы қатерлікті өкілдері дейміз. Олар инъекциялық есірткі тұтынушылар, жыныстық қатынас қызметкерлері және ерлермен жыныстық қатынас жасайтын ерлер, жаңа өзіңіз айтқан көгілдірлер. Осы топ өкілдері осы ВИЧ инфекциясын жұқтыруға бейім топтар. Өйткені олар өздерінің мінез құлқымен осы қауіп қатерге басын тігіп тұрады, ВИЧ жұқтыруға бейім тұрады. Бізде біздің болжамымыз бойынша бізде жыл сайын 2 жылда бір рет санақ жүргізіледі. Ол енді өзінің денсаулық сақтау министрлігінің бекітіп берген ұсыныстарына сәйкес жүргіземіз. Сол санақтың нәтижесінде біздің Қызылорда қаласында инъекциялық есірткі тұтынушылардың болжамды саны 2200 болды да, жыныстық қатынас қызметкерлерінің саны 350-ді құрады. Ал мынау ерлер мен жыныстық қатынас жасайтын ерлердің саны 650 болып отыр. Мінекей осылардың арасында біз осы жаңа волонтерлар арқылы жұмыс жүргіземіз. Бізде 13 волонтер ақылы түрде жұмыс жасайды. Бастапқы кезде бұл волонтерлардың еңбек ақысын Сорос Қазақстаннан төленген болатын. Онан кейін безгекке, туберкулезге, спидке қарсы жаһандық қор төлеп келді. Осы былтырғы жылдан бері осы облыстық бюджеттен ақша қаржы қарастырылып, осы 13 волонтерға ақылы түрде төленіп отыр ақысы. Енді бұл сенім бекетінің бізде өзі барлығы осы сенім пункті жұмыс істейді. 3 облыс орталығында, оның біреуі көшпелі сенім пункті, екеуі стационарлық сенім пункті. Біреуі Шанхай жақта этажды үйде кәдімгі тұрғын үйдің астында орналасқан болатын болса, стационарлық пункттың, біреуі біздің спид орталығында орналасқан. Бұл сенім пунктінің өзінің атынан тұр. Біз осы кісілердің сеніміне еге отырып, олармен достаса отырып, біз олардың қандай болғанда да біздің көмегімізге жүгінуіне жұмыс жасаймыз. Мысалға, сенім пунктінің ең басты мақсаты не? Ең басты мақсаты осы мінез құлқы қатерлі топ өкілдері арасында волонтерлардың көмегін пайдалана отырып, профилактикалық жұмыстар жүргізу. Яғни зияндылықты сейілту бағдарламасын енгізу. Бұл зияндылықты сейілту дегеніміз не? Яғни инъекциялық есірткі тұтынушыларға біз шприцтер ұсынамыз. Өзінің нормативі бар, осы нормативке сәйкес. Жыныстық қатынас қызметкерлеріне және ерлермен жыныстық қатынас жасайтын ерлерге мүшақаптар ұсынамыз. Сосын мынау ақпараттық білім беру материалдарын таратамыз сонымен қоса. Көктем айларында поливитамин дейді инъекциялық есірткі тұтынушыларға, оны да көктем айларында бір мезгіл таратуға мүмкіндігіміз бар. Біздің басты мақсатымыз бұл жерде осы мінез құлқы қатерлі өкілдерін көптеп тарту сенім пунктіне. Егер де біз неғұрлым осы кісілерді көптеп профилактикалық бағдарламамен қамтитын болсақ, онда әрине олардың арасындағы профилактикалық жұмыстар тиімді, нәтижелі болады. Осының әсерінен де шығар, 2001 жылдан бастап, мысалы, біздің спид орталығы алдымен Сорос Қазақстанның халықаралық қорының қаржылай қолдауымен жұмыс жасаса, кейіннен жаһандық қордың қаржылай қолдауымен жұмыс жасады. Біздің облысымызда инъекциялық есірткі тұтынушылар арасында біз мысалға биылғы жыл тіркелген жоқ. Жалпы инъекциялық есірткі тұтынушылардың арасынан көрі біздің облысымызда жаңа мен айтып кеттім, жыныстық қатынас арқылы таралу басым болып отыр. Сондықтан да біз барлық өзіміздің сол жұмысымызды осы жыныстық қатынастар таралуға басым болғандықтан осы барлық біздің профилактикалық жұмысымызды осы жыныстық қатынастарға таралудың алдын алу мақсатына бағыттап отырмыз. Түсінікті, рахмет. Құрметті көрермен, біз қазір аздаған жарнамаға кезек береміз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Сауда пайдалы, көңіл жайдары. Жаңа өнім. 2 сим-карталы LG L-Bello смартфоны небәрі 39.990 теңге.
Жалпы бұл ауру инъекциялық есірткі қолданушылар арасында жиі кездеседі, сондықтан есірткіге еліккендер арасында үгіт насихатты күшейтпесе болмайды. Бұл пікірімізге облыстық наркологиялық диспансер бас дәрігерінің орынбасары Гүлайым Сейілханова не дейді екен? Гүлайым ханым, қазір сіздердің орталықтарыңызда диспансерлерде қанша адам ем қабылдауда? Қызылорда облысымызда нашақорлыққа, жалпы наркологиялық дертке шалдыққан науқастарны емделетін бірде-бір мекеме облыс наркология орталығы. Ол 270 төсек орынға есептелген. Нашақорларға арнайы бөлім, емдеу бөлімі бар. Мұнда есірткі құмарларға мәжбүрлі де және де өз еркімен емделуге мүмкіндік жасаған. Жылына осы орталықта 2000-нан астам науқас емделеді. Оның ішінде нашақорлық дертіне шалдыққандардың 300-ге жуық азамат емделіп жатыр. Енді облысқа статистикалық деректерге жүгінетін болсақ, бүгінде елімізде, біздің Қызылорда облысымызда 10.259 азамат нашақорлыққа емес, жалпы наркология дертіне сәйкес есепте тұрады. Осылардың ішінде 1270 науқас наркологиялық дертте есірткі құмарлар. Енді ине арқылы есірткі тұтынатындардың үлес салмағы бүгінде 19% болып отыр. 408 науқас бар. Апиум құмарлардың үлес салмағы 21% құрайтын болса, басым бөлігі гашиш құмарлар. Яғни айтқанда 57% құрайды. Нашақорлардың жалпы жас ерекшеліктеріне келетін болсақ, мынау 0-ден 14 жасқа дейінгі нашақор бүгінде бізде тіркелмеген. Бір ғана нашақұмарымыз бар, ол қауіпті топтыға енгізілген, ол 15 пен 18 жастар аралығында. 18-ден 30 жасқа дейінгі үлес салмағы ол где-то 41% құрса, басым бөлігі бүгінгі күнде нашақорлардың жаңағы 30 жастан асқандары. Араларында ВИЧ жұқтырғандар бар ма? ВИЧ жұқтырғандар жоқ емес, оны жоққа шығаруға болмайды, әрине где-то 10% болады деп. Жалпы статистика бойынша еліміздегі ВИЧ жұқтырғандардың 30% осы инъекциялық есірткі қолданушылар дейді ғой. Демек бар ғой бізде де. Бізде де жоқ емес. Диспансердегілер есепте тұратындардың арасында. Енді осы ВИЧ жұқтырғандардың арасында және басқа ем қабылдаушылардың арасында ВИЧтің алдын алу үшін қандай шаралар жүргізесіздер? Аурудың алдын алу үшін, болдырмау үшін? Енді ол алғашқы профилактикалық шаралар, жалпы біздің салада 3 түрлі профилактик шаралар бар. Оны енді көппен басым бөлігі осы алғашқы профилактикалық шараларға бағытталған. Ол енді дерттің болдырмау бағытталған жұмыс қой. Сондықтан бүгінде біз нарколог мамандар осы бүгінде Қазақстан Республика үкіметінің 451-ші қаулысымен бекітілген сала аралық бағдарлама аясында, стратегиялық бағдарлама аясында жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Ол мынау ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күресу қызметкерлермен болсын, білім саласының мамандарымен қоян-қолтық жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Сонымен қатар осы медицина саласының оның өте осы біздің салаға жақын СПИД-ның алдын алуға бағытталған осы орталықтың мамандарымен де жұмыс жасап жатырмыз. Енді жаңағы жоғарыда менің әріптесім де айтып жатыр ғой, нашақорлардың осы кеңінен таралуға, жалпы осы қауіпқа тосқауыл қоюдың бірде-бір нашақорларға ұғындыру жұмысын жүргізу керек. Сол бағытта бізде бірлесіп арнайы жоспар бар, бірлескен сол жоспарға сәйкес жыл бойы жұмыс атқарамыз. Яғни айтқанда осы біздің спидолог мамандардың келіп кеңес береді. Сонымен қатар бірлесіп жаңағы дозорный эпиднадзор деймін, біздің жаңа аймақтық наркологтарға бірге жаңағы рейдтік шараларда жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Жұмыс толастамайды дейсіз ғой? Иә, ол тоқтамайды, бірде-бір сәт. Түсінікті. Енді осы ВИЧ, СПИД ауруының түзету мекемелерінде кең етек алмау үшін жазасын өтеушілер дәрігерлердің назарында болатыны рас. Арамызда облыс бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бас маманы Гүлжан Мұсабаева отыр. Гүлжан ханым, қазір осы облыс көлеміндегі түзету мекемелерінде ВИЧ жұқтырғандардың саны қанша? Қазіргі таңда біздің қылмыстық атқару жүйесі департаменті бойынша, облыс бойынша бізде 19 АИТВ инфекциясын жұқтырған сотталғандар тіркелген. Бізге жалпы келген 19 ВИЧ инфекциясын
жұқтырған сотталғандардың барлығы олар өздері сол біздің мекемеге келгенде жұқтырып келген азаматтар. Келгеннен кейін бізде карантин дейміз, 15 күн ішінде осы азаматтардың барлығын мекеме келгеннен кейін міндетті түрде осы ВИЧ инфекциясына қан аламыз. Яғни бұл біздің мекемеде жұқтырды ма әлде басқа келген кезде жұқтырып келген инфекция ма, соны анықтау мақсатында. Яғни біздің осы Қазақстан Республикасының үкіметінің 12/80 қаулысы бар, 11 жылы шыққан. Сол қаулыға сүйене отырып біз мекемеге келгеннен кейін 6 айдан соң және босатылу алдында осы инфекцияға тексереміз. Енді олардың денсаулығы қалай қадағаланады? Олардың денсаулығы мынау әріптесіміз айтып кетті, жаңа Дина Смағұловна Қарымсақова ханым. Осы мекемемен спид орталығының дәрігерлерімен біз жыл басында біріккен жоспар құрамыз. 90-ына бір рет бұл кісілер біздің мекемеге келеді, сол жұқтырған адамдармен сөйлеседі, сұхбаттасады, семинар, тренингтер жүргізіледі, мынандай ақпараттық материалдар, парақшалар сондай таратады. Сонымен қатар өзіміздің мекемеде де медицина қызметкерлері осы инфекцияның алдын алу мақсатында айына бір рет өзімізде өткізіп тұрамыз. Енді осы жаңағы 19 адам бар және басқа да жазасын өтеушілер бар ғой. Соларға жұқпас үшін, соларға залал тимес үшін олар оқшауланып ұстала ма, әлде қандай шаралар жүргізіледі олар? Енді қазіргі таңда бізде мынау ЗК 169-5 мекемесінде 7 жатақхана бар. Бұлардың барлығы да камералық, яғни камерада жатады, бір-бірімен қатынас жоқ оларда. Енді қазіргі таңда біздің осы 19 айтып инфекциясын жұқтырған азаматтар барлығы ұстау жағдайына байланысты бізде 3 жағдайда ұстаймыз ғой, режим бойынша. Қатаң, жеңіл